Және де осы уасилаға келейік. Уасила деген өзі араб тілінде уасл, яғни уасл деген мағынада береді бір нәрсеге жету. Шариғаттағы уасиламыз Аллах тағаланың разылығына жететін істерді істеу деген сөз. Және бір мағынасы тілегің қабыл болу үшін ұстанатын қажетті міндеттер. Сенің тілегіңді қабыл болуына себепкер болатын нәрселер. Уасила. Енді шариғатта уасила. Біз жай аруақты айтпай қояйық, пайғамбарға қатысты айтайық мысалға. Олар кескен әулиенді де, өлгенді де уасила етуге болады деп жатыр. Өлгендерді де уасила етуге болады деп жатыр. Соған келейік. Бұған келіп айтатын болсақ, уасила, пайғамбарымызға байланысты уасила 4 түрлі болады. Біріншісі, пайғамбарға деген махаббатыңды, пайғамбардың сүннетімен жүргендігіңді, пайғамбарға мойынсынғандығыңды, пайғамбарға жақсы көргеніңді Аллахқа уасила ету рұқсат. Тірісінде де, өлісінде де. Бірінші уасила. Өйткені пайғамбарды сүю, әкеңнен, шешеңнен, бала-шағаңнан, бүкіл заттан артық сүю, бұл құлшылық, ғибадат болып есептелінеді. Үңгірдегі жатқан адамдар шығып еді, білесіздер, уасилаға. Үңгірге қамалып қалып, жауын болып, үңгірдің аузы жабылған кезде біреусі айтты: "Я Аллах тағала, менде бір адам келіп қызмет істеп еді, соны айлығын алмай кетіп қалып еді, мен оның мал-мүлкін сақтап қайтардым, соны сенің разылық үшін істеп едім. Сол сенің разылығың үшін істеген болсам, бізді құтқаршы мына үңгірден" деді. Тас жылжыды. Екіншісі айтты: "Я Аллах тағала, мен осындай бір жағдай болып еді, зинақорлыққа түсейін деп қалдым. Бір қыз баланы ұнаттым, қатты қиын жағдай болды. Ол мұқтаж болып маған келді, көнбейтін еді. Сосын айттым, маған бір рет көн, мен саған берем дүниені деп айттым. Ол жоқ деді, қиналды, қайттан келді. Ең соңында көнді дейді. Келдім дейді, жатқыздым дейді, шешіндірдім дейді. Екі аяқ ортасында отыра берген кезде Құдайдан есіме түсіп қорқып кеттім дейді. Аллах кешір деп орнынан тұрып дейді. Кешірім, Аллах сенен қорыққаным үшін осы күнәдан бас тарттым. Сенің разылығың үшін осы істеген болсам, мен бізді құтқаршы деп едім, тағы жылжыды дейді. Үшіншісі айтты: "Я Аллах тағала, мен әке-шешемді сыйладым. Оларды бірінші сиыр сауалып келсем, бірінші соларға берем, одан кейін балаларына берем. Бір күні келсем, әке-шешем ұйықтап қапты, ұйқысын қимадым. Күтіп оттым оянғанша. Балаларым сүт ішкісі келіп жылап жатты. Қазір оянсын әке-шешем. Оянған сүт беріп, одан кейін балаларыма берем. Соны сенің Алла разылығыңды табу үшін әке-шешемді сыйладым. Соны сенің разылығың үшін істеген болсам, біз құтқаршы деп тас жылжыды" дейді. Осындай салихалы істі уасила ету бұл шариғатта бар. Сондықтан осы салихалықтың және біреусі пайғамбарға деген махаббатыңды, пайғамбардың сүннетімен жүруіңді уасила ету бұл шариғатта дұрыс. Бұл бірінші. Бұл уасила пайғамбар өлгенде де тірі болғанда істелінетін уасила. Екінші пайғамбарды уасила етудің екінші түрі. Ол пайғамбарымыздан дұға өтіну. Мен үшін дұға қылшы деген. Бұған дәлел хадистер Хазірет Омардан жететін білесіздер. Айтады Хазірет Омар: "Я Аллах тағала, Аллахумма, я Раббымыз Аллах тағала, пайғамбарымыз бар кезінде біз пайғамбарымызды уасила етіп жаңбыр сұрайтын едік. Сен бізге жаңбыр беретін едің. Енді пайғамбарымыз жоқ. Біз Ибн Аббастан натавассалу илайка би амми набиина. Енді біз сізге пайғамбарымыздың немере жаңағы ағаларынан болған Ибн Аббасты уасила етеміз. Бізге жаңбыр берші" деп сұрадық дейді. Осы нәрсе анық айтып тұр. Ойлаңыздар. Егер өлгендерден уасила ету рұқсат болатын болса, кеше өлгендерді уасила етуге болады дейді. Және оны имам Ағзам айтты дейді, оны 4 мазхабтың имамдары айтты дейді. Қалай өтірік айтатын, мен миыма сыймайды. Миым қамтымайды. Егер біреу соның атынан ол да келсе, кей кезде бір адамдар мүмкін олар соны қате салған шығар. Мына өтірікті кіргізу үшін жақсы адамның атын пайдаланып кіргізетіндер болады. Сол сөйтіп айтқан деген сияқты. Өйткені Абу Ханифаға байланысты суфизмге қолдау үшін айтылатын сөздер бар. "Лаула санатайни халака Абу Ханифа" деген сияқты сөздер айтады. Соңғы 2 жылым болмаса собылыққа өткен, мен құрайтын едім деген сияқты аттарынан сөйлейтіндер. Бұл бар өтірік. Жарайды, онда 4 имам рұқсат берді дейді. Онда Құранға қарай, сүннетке қарай. Жоғарыдағы айтқан хадисіміз. Хазірет Омар пайғамбарымыздың көзін көрген, тәрбиесін алған, тәлімін алған, бірнеше сөзі Құранмен қуатталған Хазірет Омар жаңбыр жаумай қалған кезде
Құдайдан жаңбыр сұрап жатып, имамдыққа шығып тұрып, жаңағы жаңбыр сұрайтын намазда, Аллах Тағаладан жаңбыр сұрайтын дұғасында, Аллах Тағала айтты: "Я Алла, біз жаңбыр жаумай қалған кезде пайғамбарымызды уасила ететін едік, пайғамбар бізге дұға қылып сұрайтын еді. Енді жоқ пайғамбарымыз" дейді. Бірақ пайғамбарымыз қай жерде сол кезде? Мешіттің іргесінде жатыр ғой, дұрыс па? Пайғамбарымыз қайтыс болып кеткен жоқ деп, неге қайтыс болып кеткен екен пайғамбарымыз? Енді біз Аббасты уасила етеміз дейді, сізге жаңбыр сұраймыз дейді. Аббасты уасила етеміз дейді, пайғамбарымыздың немере ағасын уасила етеміз дейді. Ойлаңыздар, пайғамбарымыз тірі болса да, өлі болса да, бүкіл адамдан дәрежесі жоғары. Пайғамбарымыз өліп қалған кезде Аббастан дәрежесі төмендеп кетті ме? Төмендеген жоқ қой. Пайғамбарымыз қабірі сол Мединада тұрды ғой, Хазірет Омарлардың намаз оқып жатқан жерінің, намаз оқитын мешіттің іргесінде, мешіттің сыртында болатын ол кезде. Тұрды ғой қабірі. Неге пайғамбарымыздың қабірін уасила етпеске? Не үшін әуре болып өзінен орнынан тұрып Аббасты шығаратын еді? Дұға қылуға. Өйткені олар білген айтатын дұға, мысалы, ол рұқсат. Осы хадистен көріп тұрғанымыздай, пайғамбарымыз тірі кезінде біз сізге уасила ететінбіз дейді. Бізге дұға қыл деп өтінетінбіз дейді. Және бір соқыр кісі пайғамбарымызға келіп айтады: "Менің көзім көрмейді, маған дұға қылшы, көзім көрсін" дейді. Қаласаң дұға қыламын, көзің көреді, қаласаң сабыр ет, жақсаған жақсы болады дейді. Дұға қылыңызшы дейді. Сонан дұға үйретеді. Сол дұғасында соңында келеді: "Аллама шаффиху фия", "Я Алла, маған пайғамбарыңды шафағат етші" дейді тірі кезінде. Соның мен үшін тілеген қабыл етші дейді. Яғни пайғамбарымыз тірі кезінде одан дұға. Бірақ бұл пайғамбарымыз тірі кезде ғана істелінеді. Бұл тек тірі кезде ғана істелінеді. Осы тақырыпқа негізі өте тынық оймен тыңдауларыңызды өтінемін. Бұл өте исламда көп шатастыратын, мұсылманшылық түсінбейтіндерін көп адам шатастырғысы келетін мәселе. Үшінші түрі, пайғамбарымыздың құрметіменен сұраймыз сенен. Бихаққи набиина, пайғамбарымыздың хақысыменен сенен сұраймыз деген дұғалар бар. Бұл ширк емес, бұл бидаат. Бидаат дұға дейді бұны. Бидаат дұға дегені, пайғамбарымыздың кезінде, пайғамбарымыздан кейін сахабалардың тұсында, сахабалар үйтіп сұрамайтын. Ешбірі: "Я Алла, пайғамбардың хақысыменен, пайғамбардың сенің қасына құрметіменен, пайғамбардың дәрежесіменен сенен сұраймыз", өйткені пайғамбар дәрежесі өзіне. Ол өзінің амалы, өзгенің амалы емес. Пайғамбарды жақсы көру сенің амалың, онымен сұрасаң болады. Бұл бидаат. Бірақ ширк емес. Енді пайғамбарымыз өлген пайғамбарымыздың қабірінде тұрып уасила ету, бұл ширк, үлкен ширк. Сол үшін пайғамбарымыз өлер кезінде қылған дұғасы: "Аллахумма фала таж'ални қабри фала таж'ал қабри васанан ю'баду", "Я Алла, менің қабірімді табынатын орынға айналдырмашы" деп сұраған. Білген екен, оған дейінгі пайғамбарлар табынып кеткен білген. Пайғамбарымыз айтты: "Фала татруни кама атратин Насара ибн Мариям", "Ей, мені үмбеттерін айтты, христиандар Исаны, Мариямның ол Исаны дәріптегендей қатты дәріптемеңдер. Расында мен Құдайдың құлымын" деді. "Айтыңдар, Құдайдың құлы және елшісі деп айтыңдар" деді. Сонда пайғамбарымыздан уасила өлгеннен кейін уасила жоқ.